Үшінші орында осы тіл алу жөнінен ағылшын тілі тұр. Бірақ бұл ағылшын тілі ең әлемнің мына дипломатияның тілі, түрлі мына қарым-қатынастың тілі, бизнестің тілі, іскерліктің тілі. Сондықтан да әлемдегі ең алдыңғы қатарлы ақпараттың барлығы да осы ағылшын тілінде шығады екен. Енді сол ағылшын тілінде шыққан мәліметті біз мына елбасымыздың Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің бастамасымен осы кітапхана сол кісінің атында аталып отыр. Сол кісінің бастамасымен осы 18 кітап шыққан болатын. Енді мен бірден айта кетейін, ол кітаптың авторларының бірі емеспін, бірақ менің кітап шығару тәжірибем бар. Осы былтырғы жылы желтоқсанның 16-сында, 2 жыл бұрын ғой, енді желтоқсанның 16-сында Кембридж университетінде батыс көрген Ұлыбритания қазақтың көзімен деген менің алғашқы тырнақалдық кітабым шыққан болатын. Ол кітап туралы ақпарат құралдарында көп жазылды, көп айтылды. Содан кейін осы Кембридж университетінен кейін осы зәулім ғимаратта елбасы кітапханасында біз сол кітаптың презентациясын өткізген болатын. Сол үшін де мен осы елбасы кітапханасына көп ылғи да алғысымды айтамын. Бұндағы мақсат қандай болды? Бұл кітапты шығарудағы мақсат, мен ойладым, неге осы Англияда жүргенде Қазақстан туралы, Ұлыбритания туралы қазақстандықтың көзімен және Қазақстан туралы бір айтатын кітап неге жарық көрмеген, неге шықпаған деген ойға болатынмын. Және ол кітап Қазақстанда емес, Астанада емес, неге шетелде жарық көрмейді деген сұрақ осындай қадамға баруға мені жетеледі. Елбасының мына болашақ бағдарламасы бұл президентіміздің, мемлекет басшысының ең үлкен стратегиялық жобасы деп айтсақ болады. Осы бағдарламаға биыл 25 жыл толып отыр. Осы болашақ түлектері бүгінгі жас буынға не бере алады? Енді осындай кездесу арқылы жастарға қанат бітіріп, шабыттандырып, рухын үстеп, оларға жақсы бір идеялар бере алады, ойлар бере алады. Біздің халқымызда айтатын мынадай жақсы сөз бар: бір адам 1000 адамға олжа салады дейді. Ендеше осындай кездесулер арқылы жастармен пікірлесіп, оларға ой тастап, ойына түрткі болып, жақсы әрекеттеріне жаңағы мұрындық болсақ, ең болашақ бағдарламасы түлектерінің салған олжасы сол болады деп ойлаймын. Жастар мұнда түрлі жақсы ойларды түйіп қайтты, жақсы бір интерактивті пікір алмасу болды. Ағылшынша айтқанда нетворкинг болды деп айтуға толық негіз бар. Келешекте тек журналистика саласы ғана емес, әр саладан көрнекті өкілдерін осындай еліміздің әр қиырынан келген жастармен кездестіріп, оларға ынталандыру жаңағыдай дәрістерін өткізіп, шабытын үстеп, қанаттарын қомдап, рух беріп отырса, біздің мемлекет басшысының айтатын нағыз рухани жаңғыру сонда болмақ деп ойлаймын.